дәл қайдан табылады? Жұмақ жер, кең өлкемдей. Бақыттың тапқандар бір тұрағын, кете алмас сәлем бермей. Манаурап мұңартады, қар жатқан құзар шыңың. Етегін жайлаған момын елің, жан емес бұзарсынын. Жылдардың жүк артары, болса егер бұған шыным, көзіме күмәнсіз көрінеді, күлімдеп шығар күнің. Қаратау, қастерлімісің. Қиналсам панағылар келтіріп, домбыраның құлақ күйін сөйлетер шанағынан. Мойындап, бас қел білсін, халқымды қонағы бар, мен үшін құны бір-ақ дейін, халқымнан жоғарылар. Туған жердің әр адам үшін қадірі ерекше. Ал оны сезіне білген адам өз топырағының қасиетінен нәр алады. Сол арқылы арманды көкте шарықтатып, тұлға болған шақта өз кіндік қаны тамған жерде қызмет етеді. Ал бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері, ақын сазгер Үміт Қыранқызы дәл осы бағыт ұстанған. Менің жалпы кіндік қаным Меркі ауданында тамған. Ата-бабаларымның мекені сол Меркі мен қазіргі Тұрар Рысқұлов ауданы. Бірақ мен 2 жасар, 3 жасар кезімнен Талас ауданындағы Үшарал ауылында өстім. Сондықтан мейлінше туған жеріңіз, өскен жеріңіз дегенде мен үшін ыстық мекен Үшарал. Осы Үшаралдың топырағында кез келген ойын баласы секілді көбелек қуып, аңызға бергісіз тарихи мекендердегі гүлдерді теріп, жоталарды аралап өскен. Сондықтан ақын ғұмыр бойына осы Үшаралды жырлаумен келеді. 7 жасыма дейін, мен мектеп жасына бармағанға дейін, яғни әкем тірі кезге дейін, әкемнің еркесі болдым, әкемнің сүйіктісі болдым. 6 баланың ішіндегі 4-ші бала болдым да. Бірақ сол ата-анамның ерекше ықылас ауған баласы мен болуым керек. 7 жасында әкемнен айырылғаннан кейін мен бірден есейіп кеттім. Өйткені содан бері әлі күнге шейін әкеге деген сағыныш мына көкіректе тұрады. Қаншалықты бала болып ойнайын, қаншалықты анам мені еркелетсін, қаншалықты анам менің ойымдағыны сұрағанымды тауып әперіп, ойымдағыны жасап беріп жүрсін, бәрібір мен ар жағында әкеме деген сағыныш арқылы өзімнің жетімдігімді жасырған жоқпын. Сондықтан мектеп жасында 10-ші сынып бітіргенше дейміз ғой, орта мектеп. 10-ші сыныпты бітіргенше мен тұйық балаларым дейді ғой, салмақты оқушылардың қатарында болдым. Өте жақсы оқыдым, озат болдым, өжеттігім де болған шығар. Бірақ іштей кәдімгідей енді иманымның да әлсіз болмағандығы шығар, өзімнің қыз баласы екенімді ұмытқан жоқпын. Бұл жөнінен әкенің қанымен, анамның сүтімен дарыған қасиеттер мені ылғи да алып шығып отырды. Мектепте озат болдым деген ақын Үміт жастайынан сурет салуға қызығады. Әкем менің суретші болған, керемет қылғалам шебері болған. Сол әкемнің біздің мектептің алдында қабырғасында жаңағы Лениннің дәу полотнасын салған суреті біз мектеп бітіргенше тұрды сол жерде. Әкемнің көзі кетіп қалса да, сол әкеме еліктеп бір күні еркін тақырып берді бұл сурет сабағынан. Келесі сабақта салып келіңдер, өз еріктеріңмен бір сурет салып келіңдер деген кезде бір күні сурет сабағынан Лениннің кәдімгі басын шәпкісімен суретін салып бардым. 12 беттік тетрадь для рисования деген дәптер болады ғой. Соның түгел бір бетін алып, Ленинді кәдімгідей ұқсаған сияқты сөйтіп мақтанып алып бардым. Өзім сурет сабағынан күнде 5 аламын, 5-ке оқимын. Сол кезде жаңағы Шакир Әзірбаевна деген қазір жарықтық марқұм болып кетті. Апайымыз Шекер Әзірбайқызы екен ғой, аты жөні. Шакир Әзірбаевна көзі бағжаң ете қалды ана суретті көргенде. Сөйтіп бір түрлі қарады да
бірақ 5 қойды. Сөйтті да сабақтан бәріміз тарап баратқан кезде мені шақырып алып, Сәуле дейді, мен өзі атым Сәуле болатын, құжат бойынша кейін үміт болдым ғой. Сәуле Беркел деп шақырып алып дағы, мынау Лениннің суретін сендерге, бізге, кез келген адамға салуға болмайды. Мынаны енді сен жыртуға да болмайды. Соттап жібереді, абаққа қамайды деді. Содан кейін ол кісіден естігеннен кейін ана суретті жыртамаймын, тастай алмаймын, үйге апардым, шешеме көрсете алмадым. Қанша ай ұстағанды қайдам, біресе жастықтың астына қоям, біресе дәптерлерім арасына тығам, ешкімге көрсетпеуім керек болды. Әйтеуір қызыл жағалылар дейміз ғой, милициялар көріп қойса мені ұстап алып кететіндей. Неше күн ұйықтамай шыққанмын. Сонда Құдай өз кешірсін, сонда мен бірінші рет өзім қуанған бір нәрсем болды. Әкемнің ерте өліп кеткеніне қуандым сол кезде. Неге деші? Өйткені әкем жаңағы мектептің алдындағы дәу суретті сол салған ғой. Бірде болмаса бірде мектептің ұжымы енді тапсырыс беріп салғызғанмен, егер қызыл жағалап алып кететін болса, әкемді ұстап алып кетсе, олар қорғай алмайтын еді ау дегенде ойлар болды ғой. Осындай балаң бала пейіл, балаң көңіл жайттар көп болды. Ақынның бала кездегі негізге қойылған аты Сәуле болған, ал үміт деп атанып кетуінің өзіндік тарихы бар. Мен туылғанда ақпан айында 4-інде сәл ерте деймі, ерте толғатқан анам қақарлы қыста. Қар жауып тұрған қыс еді дейді, 7,5 ай болып мен өмірге келем ғой. Сол кезде әкем іс сапарда жолда жүреді. Ал мені құрсағында көтеріп жүргенде анамның қайнысы болады, немере қайнысы. Сол әскерге кетейін деп жатады, сол айтады, тұрсын жише деп сөйлейді бізде. Құлан ауылында, қазір Луговое, Тұрар Рысқұлов ауданында бауырларымыз мысалы. Тұрсын жише, мен әскерге кетіп бір жатырмын. Егер босансаңыз, қыз тусаңыз, Сәуле деп қойыңызшы деп, өзінің сүйген қызының атын айтады ғой. Мақұл, пәленше жан, Сәуледі қоямыз дейді. Сонымен мен ерте туып қаламындағы, анашым да, жан жағындағылар да мені Сәуле деп атай береді. 1-2 күннен кейін әкем кеп тұр дейді. Менің метрикамды, жаңағы туу туралы куәлігімді бірге ала келген, аудан орталығынан өзі үміт деп. Сөйтсе, анам кейінірек айтады, әкемнің көзі кеткеннен кейін сәл қызғаныш ұялай, әрі күлімсіреп, өзінің бір ертеректе сүйген қызы болатын үміт деген деп. Ақыры сол сұлуының атын қойып кетті ғой саған деп отыратын. Содан не керек? Құжат бойынша куәлігімде үміт болғаныммен, әкем жаңағы өзінің көзі тірі кезінде 7 жасқа шейін мені әлла деп атайтын. Енді әлди дегеннен шықты ма екен, әлла, үйдегілердің бәрі әлла дейтін. Енді мектепке баратын кезде Сәуле Битенова болып документ құжат журналға жазылды. Үйге келіп, жаңағы әкемнің көзі жоқ, сосын үйдегілердің бәріне мен енді әлла дегенді қойыңдар, өз атымен атаңдар дедім, сонымен Сәуле деп кетті. Сәуле Битенова деп бізді метрикамыз ешкім тексергенде жоқ. Ал 10-шы сыныпты бітіретін жылы, сол кездерде сондай заңдылықтардың бәрі қолға алынған болу керек. Төлқұжат дейміз ғой, паспорт алатын кезде біздің туу туралы куәлігіміздегі ат жазылатын болды ғой. Сөйтіп, қайтадан Үміт Битенова деп алып шықтым паспортымды. Шынымен де әкеме деген сағыныш мәңгілік қалып қалды ғой енді. Сондықтан әкем қойып кеткен есім ғой деп таңдау, жаңа паспорт алатын кезде де таңдау өзіме түскен кезде мен сол Үміт деген атты таңдадым. Бала кезден өнерге жақын Үміт Битенова студент шақтан бастап жазуға бет бұрады. Қазіргі Мұхтар Әуезов атындағы Шымкент мемлекеттік университеті ақынның ақындық қабілетінің көзін ашады. Мен кішкентай кезімде, мысалы, жаңағы әкеме арнап қазақша, орысша өлеңдер шығаратымын. Орысша, өзім орысқа оқыдым дедім бас жағында. Сонда әкем менің суретші, салып еді талай суретті, бәрін біліп жүрсін деп сызуды маған үйретті деймін. Содан кейін анам туралы шығарғаным бар бірінші класста. Анам менің әдемі, сұрайды менен әдейі, ғалым болсын қызым деп үйретіп қояды әдейі. Осында өсіне тақпақтар шығаратымын. Бірақ
түбінде ақын болам деп ойлаған жоқпын. Ақын боламын деп ойламадым деген Үміт Битенова алғашқы сыныпты орыс мектептен бастағанына аздап қынжылады. Өйткені шынымен де барлық тәрбие отбасынан басталады. Содан кейін 6-5 жасыңа шейін қандай тәрбие көрдің, сол бойыңа сіңеді екен. Басынан кешкенім осы. Кейінірек енді мектепте қай пәннің болса да үздік 5-ке оқыдым. Мейлі химия болсын, мейлі нақты пәндер болсын, мейлі гуманитарлық пәндер болсын. Ал Құдайдың құдіретімен, Алланың қалауымен Шымкенттің пединститутына қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі болып, сол мамандықты алуға тура келіп оқуға түстім ғой. Сол жерде Байтанаев деген профессор ағайымыз бар, Әсілхан Оспанұлы деген керемет доцент мұғаліміміз болды, оқытушымыз, Мырзай Алтынбекова деген профессор апайымыз болды, немесе Әмір Мұсақұлов деген декан ағайымыз болды. Бәрі майталман ана тілінің жанашырлары еді. Сол кісілер, сендер болашақ ана тілінің, қазақ тілінің мұғалім боласыңдар, таза қазақша сөйлеңдер деп қайтадан бізді бейіндей бастады. Пойыз дегенді отарба деп сөйлеуді үйлендік. Свет жағайыншы ағай деп қалсаң, аудиторияда отырып ағайыңнан таяқ жейсің, шамды жағуға бола ма дейсің, жарықты жағуға бола ма дейсің, өстіп ручка демейсің, авторучка демейсің, қаламсап деп үйлендік. Осы нәрселерге қайтадан таза бейімделіп, ана тіліме деген менің сүйіспеншілігім ашылды. Бірақ бұл азақ уақытты алғандықтан менің әлгі ар жақтағы түбімде бәрібір алдымен орысша бірінші ойлаймын, сосын қазақша сөйлеймін. Баяғыда Мұхтар Әуезов пен Абай жолын жазып шығарған кезде орыстың жазушылары сұрапты дейді ғой. Мұха, уважаемый Мұха, сіз керемет, орысша да керемет шығарма жазасыз ғой. Неге братала сразу деген ғой, неге бірден орысша жазбайсыз? Мана Абай жолын қазақша жазып, оны орысшалап сөйткенше деген ғой. Сонда Мұхтар Әуезов айтыпты, мен қазақша ойлаймын ғой депті да. Керемет жауап қой. Ал менің ойлауым алдымен орысша болды. Біз сөйтіп орысша өстік. Әке шешеміз де енді ол кезде болашақта орыс тілінен көрді. Орысша білмесе дай хлебті, нан тауып жеуді білмей қалады деп бізді орысшаға бейімдеп өсірді ғой. Сондықтан кейінірек мен осының зардабын шегіп келе жатырмын. Ал енді қазақша жазатын ақын болам деп мен ойладым ба? Сондықтан анау айтқандай мен поэзияның деймін ба? Ақындық қаламгерліктің шыңына жеттім деп айтамаймын. Жету әлі ерте. Өйткені мен бойымдағы әлі шұбарланған тілді тізгіндемейінше бұл қасиетке жетуім не ғайбыл деп ойлаймын. Әрине, тағы орысша мақал айта салайын, век живи, век учись дейді. Елбасымыз да айтты ғой, Назарбаевта. Адам деген адам болып өмір сүргеннен кейін өмір бақи оқу керек, өмір бақи үйрену керек деп. Мен алға қарай баяу жүруім мүмкін, баяу адымдауым мүмкін, бірақ ешқашан шегінбеймін. Тек қана алға және үйренумен келе жатырмын. Әлі де білгенімнен білмегенім баршылық дейді. Бұл деген арманның биікте тұрғаны. Өнер жолында ақын Үміт Битенова айтысқа да бет бұрған шағы бар. Институтты бітіріп ауылға оралдым дедім ғой. Қызыләуіт ауылында 1 жыл жұмыс істедім. Содан кейін өзімнің Үшарал ауылымның басшылары шақыртып алып ауылға келдім. Бірақ жаңа газет журналға анау-мынау мақалаларымды, өлеңдерімді өзім мектептің тәрбие завучы, тәрбие жөніндегі директордың орынбасарымын. Мектептегі іс-шаралардың бәрін газетке жазып жіберіп тұрам, жолдап тұрам, мақалаларым шығып тұрады. Осы арқылы жазған анау-мына бірдекілі өлеңдерім арқылы мені сол Талас ауданындағы Ақкөл ауылында тұратын Шорабек Айдаров ақын ағамыз іздеп тауып алды. Күндердің бір күнінде іздеп ауылға келді. Сөйтіп Үмітжан, ол кісі Шорабек аға, ол кездер бұл 80-ші жылдардың соңғы уақыттары болатын, 86-87 жылдар, 88 жылдар. Үмітжан, айналайын, сенің ақындық қабілетің бар ғой, жазба ақынсың. Бірақ бізде осы Жамбыл облысында қазақ айтыскер қыздары жоқ. Сенің бейімділігің бар. Сен қазір бірден бір сол осы жастағы уақыттасың.
айтысқа қатыс деп қолқалады. Алғашқы уақытта өзі көмектесті. Бір-екі сөзін аузыма салып берді. Обал не керек? Мен де жаман шәкірт болмаған болуым керек. Домбыра тарта алмағандығым болмаса, айтыстарға қатысып, бір емес, екі емес, 3 мәрте облыстық ақындар айтысының жүлдегері атандым, жеңімпаз атанғам. Сөйтіп жүріп бір күні қызық болды. Мен сөйтіп жүріп тұрмысқа шықтым ғой енді. Мен туралы үміт күйеуге шықты деп естиді. Ақкөлде тұрып жатқан Шорабек ағам. Одан бір күні сол Ақкөл Талас ауданының орталығы, сол жерде аудандық спартакиада, мұғалімдердің спартакиадасы өтеді. Сол жерге ауыл-ауылдан жарыстарға қатысуға бүкіл мұғалімдер барады. Ер мұғалімдер, қыз мұғалімдер бәлкім. Сол кезде біздің ауылдан Үшарал орта мектебін бастап, Ербол ағаң да барады ғой жарысқа, спартакиадаға. Ербол ағаң өз жоқта сыртынан мақтап қояйын. Мықты волейболшы, мықты футболшы, мықты күрескер. Әлгі самбо дейміз ба, қазақ күресі дейміз ба, сондай жігіт болатын, обал не керек. Басқа өнерпаздығын айтпағанда. Сол ана жерде болып жатқан футболға барып, айқайлап бір қатысып келіп, о жақты бірнеше гол теуіп беріп, о жақты жеңіп шығады. Мына жерде болып жатқан волейболға командасына біздің өзіміздің ұжымымыздың, Шарал орта мектебі ұжымының волейболына қатысып, не бір подача дейміз ғой, не бір доптарды тастап, волейболдан жеңіп береді. Одан кейін бір қараса, Шорабек ағай сөйекті жүреді ғой, қарап, тамашалап спартакиадан. Боз кілемнің үстінде жаңағы менің ерекем біреумен күресіп жатыр дейді. Шаң-шаң, ебіл-дебіл шығып күресіп, ол жерде жеңіп жатыр дейді. Сонда Шорабек аға жаңағы Ерболды сыртынан көріп, ана басқалар айтқан мынау үміттің күйеуі деген, міне Ерболған батып берген осы дегенде, ой-у дедім дейді. Ішім удай ашыды дейді. Үміт-ау, байғұс қыз-ау, өзің де өлетін бопсың, өлеңің де өлетін бопты ғой дейді. Мен сол жылдары Ұлбике ақын атындағы, Ұлбике Жанкелқызы атындағы жүлденің 2 мәрте жеңімпазы едім. Сөйтіп мені тіпті үміт Ұлбике деп атап кеткен уақыттар еді. Ал Ұлбике ақын сол Үшаралдың қызы дейміз біз, сол жақта денесі қалған, 24 жасында Сіргелінің жігітіне күйеуге атастырылып шығарылады да, Бойтан деген күйеуі соны айтысып келген жерден қызғанышпен, шоқпармен ұрып өлтірген. Осындай тарихы бар, трагедиялы тарихы бар. 24 жасында өмірден кеткен, бірақ артында өлмес мұра қалдырған Ұлбике ақын ғой. Тіпті жаңағы Тастанбек қызы Сара ақынмен де деңгейлес, одан да мықты ақын саналатын екен негізі тарихында. Сон жаңағы Шорабек ағам қалай ойлайды? Ой, байғұс үміт-ау, мынау сенің сыртымнан ойлаған ғой енді. Мынау күйеуің ұрдажық сияқты, ана жақта да жүр, мына жақта да жүр, төбелеске бір иығын беріп тұратын сияқты, ана жақта да айқайлап жүр. Сен өлеңің де өзің де өлетін болдың ғой. Сен Ұлбике болды деп жүредім, күйеуің Бойтан болатын болды деп жыладым дейді. Кейіннен өмірлік жары Ербол Қамбатыровпен бірге Шорабек ағасының үйіне барады. Содан кейін Ербол Қамбатыровты да айтысқа бейімдей бастайды. Екеуміз де қол ұстасып айтысқа қатыса бастаған кезде бір күні Шорабек ағам жаңағы шындығын ашты ғой бізге. Үміт, сен білесің ба? Мен сен тұрмысқа шыққанда өсті ойлағам. Ой, сен Ұлбике болды ма деп қуанып жүрсем, күйеуің Бойтан болды ғой, Сойқан болды ғой деп уайымдап ем. Жоқ, күйеуің Бойтан емес екен, Байтана екен деп бір тапқыр жауап айтқаны бар. Шорабек ағаммен Ақанай Айтмұхамед Исақов біздің құрдастарымыз ғой. Сөйтсем, Байтана дегені, Бойтан емес, Байтана болды дейді. Ерболдың руы, Шымырдың ішіндегі Байтана. Осындай жағдайлар болған қарағым. Тұлға болу ең алдымен ата-ананың берген тәрбиесінен бастау алады емес пе? Үміт ақын да бүгінгі күнге жетістіктерін әкенің қаны мен ананың сүтімен келген қайсарлықтан дейді. Анам есімі Тұрсын Дүрен қызы, Тереңөзек жақта өмір сүрген Қыпшақ Дүрен деген кісінің қызы.
Ол кісі жаңа Дүрмағанбет би, Дүрән би дейді екен. Дүрен атамыз өзінің еліне кәдімгідей билік жасаған, сөйтіп жетім жесірлерді қасында ұстаған, жағдай жасаған, оны жаңа малай ұстайды деп, бұл 30-шы жылдарға дейінгі 20-28 жылдардың аралығында қуғынға ұшыратқан, феодалдық дәуірдің озбыр сарқыншақтары деп сөйтіп жүріп, жаңағы Дүрен атамыз, Дүрен би атамыз, Дүрмағанбет атамыз Ауғанстан қаптауларын асып, Тәжікстанға елін жұртын, қонақбай жұртын алып кетеді. Сол жақта тұрады. Ол жақта енді кішкене бізге қарағанда кеңес өкіметі сәл кешеуі дамыған болу керек. Сондықтан сол жақта тұра берермеді. Күндердің күнінде соғыс басталады бізде. Кеңес одағында фашистік Германия, сол алашапқын уақыттарда кім қай шекарада, кім қай жақта келіп жатыр, осындай уақыттарды пайдаланып, жаңағы Дүрен атамыз, Нағашы атамыз еліне оралады. Қызылорданың Шиелі деген өңіріне, қазіргі Шиелі ауданына қоныс істеп еді, бауыры Ермағанбет екеуі және өзінің әулеттерімен. Сол кезде бірақ әкеміз, жаңағы Дүрен атамыз бауырдың шеменіне, цирроз печень дейміз бе, қазіргі диагнозбен соған ұшыраған кезі екен. Өзінің бұл дүниелік емес екенін сезген атамыз өзінің әйелін, оның әйелі жаңағы мен Нағашы апам, Күләш апамыз, Үшаралдың қызы, жалғыз Тұрар деген байдың қызы. Сол Тұрар байдың қызын аманаттап алып едім, мен еліне апарам. Тұрар атамыз да қайтыс болып кеткен, еліне, туған жеріне апарам деп Үшаралға әкеліп тастайды. Әкеледі де сол жерде өзі неше жыл төсек тартып жатады. Іші тең киіп жатады екен. Жаңағы Күләш апамыз менің шешемнен кейін Асан Үсен, сосын Қуаныш, Асан Үсен деген егіз Нағашы ағамды дүниеге келтіреді, туады. Одан кейін Қуан деген әпкеміз дүниеге келеді. Соларды дүниеге келтіріп, соларды көріп барып, жаңағы Нағашы атамыз сол Үшаралда қайтыс болады. Ол кісінің денесі сол Үшаралда қалды, қайын жұртының. Бұл менің Нағашы жағынан келген қасиетім туралы айтайын дегенім ғой. Өйткені шешем жарықтық, анам керемет биші болатын. Енді ол көп билейтіндей болған жоқ, жесірі болып қалды ғой ертерек. 30-дан сәл асары уақытта 6 баламен жесірі қалды да, ол билейтіндей жағдай болмай қалды. Ал ертеректе әкемнің көз тірі кезінде екеуі әдем билейтін, менің көз алдымда. Менің 5-6 жасыма дейінгі суреттің бәрі санамда тұр. Сонда және шешем өлең шығарған, және күнделік жазған. Сол күнделіктері, жазған өлеңдері менің қолымда, менің қолжазбамда арасында архив болып қазір бар, сақталған. Әкемнің есімі Қыран Бұлдыбай ұлы. Бұлдыбай деген атамыз, жаңа айттым ғой, Тұрар Рысқұлов ауданының тумасы, Дулаттың сиқымы Қарағойлысы. Сол кісі соғысқа бауырларымен бірге, Балтабай бауырларымен бірге аттанып кетеді, хабарсыз кетеді. Сол кісінің жалғыз ұлы әкем Қыран кішкентайынан қалып кетеді. Өте керемет әнші болды. Сосын қазіргі тілмен айтқанда дәулескер күйші, домбырашы, балбырауынды кімнің Құрманғазының күйі балбырауынды тартқанда қасында отырған мен жыбырлап отырамайтынмын. Сонша берілген, сондай керемет. Балалайка да жақсы, орыстың ұлттық аспаптарын бәрінде жақсы ойнайтын. Үміт Бейтенова өнердің барлық бағытымен жүріп көрген. Ақындығынан бөлек сазгерлігі де бар. Айтар болсақ, аққанат көбелек әппақ қар. Қыздар, сен мені сағынбайсың ба секілді бірқатар өлмейтін, өшпейтін есті әндерді жарыққа шығарды. Ал құлақтан кіріп бойдалар ең танымал әннің бірі. Ол анасына арнаған әні. Ана, мені ойлапқан демеші, ана атты әнімді өздерің сияқты жастар ғана емес, үлкен буын, аға буын да жақсы құрметтеп орындайды. Оны
бүкіл қазақтың даласына, ән сүйер аспанына мәшһүр еткен Аманғали бауырларым, Аманғали бауырымыз. Осы әннің өзіндік бір тарихы бар. Мен төртінші курста оқып жүрген кезінде, студент кезінде, қысқы сессияны 5-ке тапсырып, 10 күндей, 15 күндей демалыс алып, енді каникул дейміз ғой, келесі семестрге дейін, осы қаңтар айында ауылға келуім керек. Ауылға қайтатынды біледі анам. Каникул алып, сессияны елден бұрын тапсырып, 5-ке аттанып кеттім жолға шығып. Күйік асуы бар Жуалы ауданындағы, тау беткейіндегі. Сол жерде 10 қаңтар күні көп тайғақ болатын, Икарус 45-50 адамдық үлкен Икарус енді. Ол кезде сондай автобустар жүреді. Мен шопырдан кейінгі артында отырмын, алдыңғы орындардың бірінде. Қасындағы кісі сөйлеп келе жатты. Соны тыңдап келеткен, қалай болған білмей қалдық. Қайғанап кетіп, күйік асуында біздің көлігіміз бірнеше метрге аударылып апатқа ұшырады. Есімді жисам, мені жаңа қасымдағы кісі сынған аяқ аспаннан келіп жатқан Икарустың маңдайшасынан суырып алып шығып жатыр екен. Бір қарап, бір есім жисам, тағы біреулерді сүйреп алып шығып жатыр. Не керек? Сыртқы естуім бойынша, сол жолаушылардың ішінде бір апа, бір кемпір қайтыс болыпты, бір кісінің аяқ қолы сыныпты, қалғанымыз дін аман екенбіз. Менің де мына жерім саулады. Соны аударылып жатқан автобустағы жолаушыларды бері келе жатқан Таразға, Жамбылға келе жатқандар Жамбылға ала кетті, көліктері барлар. Ары өтіп жатқан Шымкентке ала кетті. Мені қайтадан, бір көмектесетін көліктің егелері, мені қайтадан Шымкентке апарып тастады. Шымкенттің ауруханасында мен 1 ай, 1 жарым айдай жатып қалдым. Енді сол уақыттарда менің каникулға келетінді білет анам. Оның неше күн, қай жақтан не хабар естіп, қалай шыдағанын да білмеймін, әлде білмедім екен, естімедім екен. Мен ауруханада жатып, сотрясение деді, жеңіл. Емделіп жатып, машинаның әлгі аударылғаны бірдеңкелерден стресс дейміз ба, шок. Сондай шошып оянып, түнде оянып жүрдім ауруханада. Сон аурухананың төсегінде түнде оянып кеткен кезде басқа палатадағыларға білдіртпей, теріс қарап жатып, қорс етіп жылап алам. Сол кезде осы өлең шықты. Суық күнде тоңбады ма деп, қыста болды ғой анау нәрсе. Былай қарапайым тілмен және әні де бірге шықты. Суық күнде тоңбады ма деп, жалғызсырап қалмады ма деп. Мені ойлап қам демешім, ама сосын аман есен қалғаныма тәубе қылып ішімнен. Саған тартқан менің күлгенім, сенің арқаң шалқып жүргенім. Қасыңдамын, әркез біргемін. Мені ойлап қам демешім, ама деп аяқтап қойдым да осы ән туды. Мәңгі жарық күн сыйлаған маған, бір адам бар, ол өзіңсің ана. Мейірімге бір өзіңнен қаным, жылуды да жүрегімнен алам. Ардақты ана, аяулы мама. Туған жердің топырағы қашанда өзіне тартады емес пе? Мейлі талантыңмен ел аралап қайтсаң да түбінде қауышатын құшағың туған жердің топырағы. Ал Үміт Бейтенова кіндік қаным тамған жерден алшақтағым келмейді дейді. Өйткені өткен өмірдің куәсі осы тау, осы жота, осы қыр, осы топырақ. Керемет қалыптасқан сөз бар, туған жерге ту тіккен деген бір ұғым керемет қойып. Біреуге халқына қызмет ету өзінің туып өскен жерінде бұйырады. Біреуге халқына, туған жеріне, дәл туған отанында жүрмесе де, әке шешесінің қасында жүрмесе де, мейлі шетелде жүріп те қызмет ету бұйырады. Ал маған шынымен де өзімнің туып өскен топырағымда, туған топырағымда, туған өлкемде жасамыз тартып, жасымызға жас қосқан сайын, мінекей апа, әже болған сайын, мен өзімнің сол туған таласыма, Қаратауыма, Үшаралыма, Ақкөліме
о баста кіндігін байланған ба, енді соған арқандалып, қайналып, арқандалып, тіпті жақындап келе жатқан сияқтымын. Алысқа ұзағым келмейді. Және бұл отанға, бауырға, туған жерге деген сағыныштың ең үлкен жоғары деңгейі деп түсінемін мен. Жұлдызың, айың да әсем, түнің да әсем, туған жер жырым да сен, сырым да сен. Өшпесем аунап-қунап топырағыңда, өзіңді терең танып, ұғынбасем. Көкірек көзін ашсаң қоймадайын, оралар өткен күндер ойға дайым. Өмірдің шиыр-шиыр шырмауына, түсірмей салдың ылғи жолға дайын. О менің шалқар көңіл дархан далам, төліңем мейіріміңе жаутаңдаған, жылдардың шылбыры ұзап желген сайын, айналып қазығыңды арқандалам. Сүйемін сарала жаз самалыңды, қырыңды изен жусан лала гүлді, көгорай сағым ойнап құба жонда, арбайтын керемет сән жанарымды. Сүйемін қар жамылған ақ қысыңды, ақ үлпек көлге қонған ақ қусынды, кеңітіп тынысымды жұпар ауаң, шырқатып қиялымды көк құшырды. Сүйемін көк аспанды күнбезіңді, қарайтын аңдап басқан күндізімді, арай күн атқан таңмен бір оянған, әр айқын ақ ниеттен мұң безінді. Сұраған берді тәңір бар тілеуді, сыланған көз тоймастай көркің енді. Туған жер тербет бақыт бесігімен, құнарлы төсін демген еркін елді. Байлығың марқайып масаттандым, мастанбадым. Мен бүгін жер жаһанға жар саламын, тек сенің дәуіріңнің басталғанын.